Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз көктемгі өзгерістер. Жаңа сөздер: былтыр, тағы, табиғат, оянады, жылға, су ағады. Айтылым бірінші тапсырма. Сөйлемдерді оқы, олардың қай жыл мезгілін сипаттайтынын айт. Қар ериді, күн ұзарады, бәйшешек шығады, табиғат оянады, мал өріске шығады, жаңбыр жауады, мал төлдейді, жылғадан су ағады. Бұл сөйлемдер көктем мезгілін сипаттайды. Сөйлемдердің орысша нұсқасы: жаңа сөз үйренейік. Бүршік ату, алма ағаш, қаз, жылға, бәйшешек, күннің нұры. Айтылым екінші тапсырма. Сұрақтарды көршіңмен талқыла. Саған көктем мезгілі несімен ұнайды? Көктемде табиғат құлпырады. Көктем кезінде табиғат қалай өзгереді? Күн ұзарады, күн жылынады, қар ериді. Көктем мезгілінде қараңғы ерте түсе ме? Көктем мезгілінде қараңғы кеш түседі. Табиғаттың оянғанын қайдан білеміз? Ағаштар бүршік жарады. Көктемде қар неліктен тез ериді? Көктемде күн жылынады, қар тез ериді. Ең алғаш шығатын гүлді қалай атаймыз? Көктемнің алғашқы гүлі бәйшешек. Сөйлемдердің жауаптарын орысша нұсқасы: тыңдалым екінші тапсырма. Әнді тыңда, толықтыр. Көктем келді, көктем келді, көктем келді сағына, бүршік атты алма ағаштар бағымда. Біздің үйге ұя салды алақай, былтыр кеткен қарлығаштар тағыда. Дала гүлге оранады, түрлі түске боянады. Нұрлы көктем келген кезде табиғат та оянады. Көктем келді далама, қуанып жүр ата-анада, балада. Қар мұз еріп, жылғалардан су ағып, үйрек қаздар жайылып жүр жағада. Айтылым төртінші тапсырма. Өлеңді қайталап тыңда. Болып кеткен іс-әрекетті және енді болатын іс-әрекетті білдіретін сөздерді тап. Болып кеткен іс-әрекет: бүршік атты, ұя салды, былтыр кеткен. Енді болатын іс-әрекет: түрлі түске боянады, табиғат та оянады. Сөйлемдердің орысша нұсқасы: жазылым бесінші тапсырма. Сөйлемдегі көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып оқы. Дала гүлге оранады. Көктемде күн ұзарады. Қаз бен үйректер өзен жағасында жайылады. Қардың астынан алғашқы бәйшешектер өсіп шығады. Көктемде жылы жақтан құстар ұшып келеді. Бұл кезде күннің нұры жерге көп түседі. Ағаштардың бүршіктерінен жапырақ өсіп шығады. Қыстағы қар еріп, жылғалардан су ағады. Бақта көшеттер отырғызамыз. Көктемде қарлығаштарды күтеміз. Алма ағаштардың гүлдері ақ болады. Біз көктемді сағынамыз. Аспанда үнемі ақ бұлттар жүзеді. Далаға жасыл кілем төселеді. Орманда құстар ән салады. Адамдар жұқа киім киеді. Көп уақытын табиғатта өткізеді. Сөйлемдердің орысша нұсқасы: назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.